Сәлеметсіздер ме 4-ші сыныптың оқушылары? Бүгін 4-ші тоқсан бойынша қазақ тілі пәнінің тжб-сын талдайтын боламыз. Бұл тжб-да тыңдалым және айтылым бойынша тапсырмалар және жазылым бойынша тапсырмалар болады. Осы тапсырмаларды қазір барлығын біртіндеп толықтай бірге талдайтын боламыз. Оқушылар тапсырма өтпестен бұрын дәл қазір каналға жазылып, дәл қазір қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңдар. Бұл өте маңызды, сендер біздерге осылайша қолдау білдіретін боласыңдар. Ендеше біз тапсырмаларды талдап бастайық. Бірінші тапсырма бізде тыңдалым және айтылым бойынша бірінші тапсырма. Бұл жерде бізге мәтін берілген, мәтін галактика деп аталады. Осы мәтінді міндетті түрде өздерің оқып шығыңдар. Және осы мәтін бойынша біз тірек сөздерді табуымыз керек. Тірек сөздерді пайдаланып мәтіннің мазмұнын айт дейді. Және галактикалар туралы тағы не білесің дейді. Оқушылар, тірек сөздер дегеніміз осы мәтіннің негізгі мағынасын ашатын сөздер болып табылады екен. Ендеше тірек сөздерді табайық. Бұл мәтіндегі тірек сөздер галактика, аспан денелері, жұлдыз, планета, құс жолы, химиялық элементтер, осының барлығы тірек сөздер болып табылады екен. Енді келесі тапсырма бізде тірек сөздерді пайдаланып мәтіннің мазмұнын айт дейді. Біз жаңа айтып кеткен тірек сөздерді пайдаланып енді мәтіннің мазмұнын айтып көрейік. Галактика аспан денелерінен тұратын шексіз үлкен кеңістік. Түнгі аспанда жыпырылған жұлдыздарды көреміз. Бұл ғарыш әлемі. Бұл әлем 15 миллион жыл бұрын үлкен жарылыстан пайда болған. Жарылыс кезінде ұсақ бөлшектерден жұлдыздар пайда болып, одан кейін жұлдыздардан галактикалар пайда болды. Күн мен жұлдыздар құс жолы деген галактиканы құрайды. Оны бұлтсыз түндерде аспандағы үзік-үзік ақ жолақ ретінде көруге болады. Галактиканың диаметрі мыңдаған жарық жылына тең дейді. Және бұл жерде қарасыңдар оқушылар, тағы да тірек сөздерге ақ жолақ, жарық деген сөздерді де қосып өтсеңдер де болады екен. Енді бізде екінші тапсырма, галактикалар туралы тағы не білесің? Тағы осы мәтіндегі ақпараттан бөлек қосымша ақпараттар беріп өтуіміз керек. Ендеше айтайық, галактикалардың барлығы қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, қайтадан пайда болады. Әлемде біздің құс жолы галактикасы сияқты миллиондаған галактикалар бар. Біздің галактикада 1 миллиардқа жуық жұлдыздар бар. Олар әртүрлі бағыттар бойынша қозғалып, галактиканың айналуына қатысады екен. Оқушылар осы мәтінді берген жазып алыңдар, есте сақтап алыңдар. Сонымен келесі тапсырма бізде бірінші абзацтан көздің үлкендігін білдіретін сөзді тауып жаз. Бірінші абзацқа қараса, көздің үлкендігін білдіретін қандай сөздер бар? Бұл сөз баданадай көз деген екен. Осыны жазып алыңдар оқушылар. Екінші абзацта берілген көп нүктенің орнына сәйкес болатын шылауды анықта. А себебі, В және С мен, Д пен болады. Бұл сұрақтың жауабы С варианты мен болады. Үшінші сұрақ, автор кейбір сөйлемдерде әкетіп барады, жазып жатыр деген сөздерді неге екі рет қайталайды? А варианты бір нәрсенің мәнісін күшейтіп көрсету үшін, В варианты бір нәрсенің маңызды екенін көрсету үшін, С варианты оқырманның есіне бір нәрсені түсіру үшін, Д варианты мәтіндегі сөз санын толықтыру үшін. Бұның жауабы болады А варианты. Бір нәрсенің мәнісін күшейтіп көрсету үшін автор екі рет қайталап қолданады екен. Осыны жазып алыңдар. Келесі төртінші тапсырма, мәтіндегі қарамен берілген сөздің мағынасын түсіндіріп жазуымыз керек. Біздің мәтіндегі берілген қарамен жазылған сөз белімді бекем будым. Яғни бекем будым деген мағынасы қандай? Мағынасы нақты тоқтам жасау, шындап кірісу, тәуекел ету. Яғни белімді бекем болып осы жұмысқа кірістім деген сияқты. Яғни басқа мағынасында осы тәуекел етіп, осы жұмысты қолға алдым деген мағынаны да береді екен. Яғни белімді бекем будым, тәуекел ету, нақты тоқтам жасау, шындап кірісу болып табылады екен оқушылар. Келесі бесінші тапсырма бізде мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған бір сұрақ құрастыр және оған жауап жаз дейді. Сұрақ және жауап осы екі бағанды толтыруымыз керек екі сұрақпен. Бірінші сұрақ қояйық және оған сұраққа жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақ мәтін бойынша
кейіпкердің орнында болсаң не істер едің деп сұрақ қойсақ болады. Ал оған жауап: мен де бастаған ісімді соңына дейін жеткізер едім. Екінші сұрақ: Әнестің пікірімен келісесің бе? Неліктен? Жауабы: Әнеспен келісемін, себебі бұл өміріне қауіп туғызу мүмкін деп жауап беріп өттік. Оқушылар ескере кететін нәрсе, осы тапсырмалардың барлығын біздің мұғалімдер сендер үшін жазады, сондықтан осы еңбегімізді бағалай өтіңдер. Егер де біздің мұғалімдерге қолдау білдіргілерің келсе, описанияда барлығы жазылып өтілген. Енді келесі жазылым бөліміне өтейік. Жазылымда үшінші тапсырма, соған қарайық. Төменде берілген тақырыптардың біреуін таңда, тірек сөздерді пайдаланып берілген тақырыпқа эссе жаз. Ол эссе 50-60 сөз болу керек. Бұл жердегі тақырыптар: болашақтың мектебі, екінші менің болашақ мамандығым, үшінші менің болашақ туралы ойларым. Тірек сөздер бұл жерде болашақты елестету, техникалық жабдықталған, қызығушылық, таңдау жасау, маңызды қадам, жетістікке жету, еліміздің болашағы, білікті маман екен. Оқушылар енді осы тірек сөздерді пайдаланып, біз бұл жерде тақырыптардың бірінші тақырып таңдаймыз: болашақтың мектебі. Енді осы болашақтың мектебіне эссе жазып көрейік. Неше қазір эссені оқитын боламын. Болашақтың мектебі. Болашақтың мектебін қалай елестетер едің деген сұраққа: әдемі гүлденген, кабинеттері кең, ауласы, спорт алаңы бар, техникалық жағынан жабдықталған деген сияқты жауаптарды жиі алуға болады. Ал менің ойымша, болашақтың мектебінде оқушылар қазіргідей бір-екі тілде ғана оқымайды, оларда сабақтар бірнеше тілде жүргізіледі. Оқушылардың қызығушылығын ескеретін пәндер көп болады. Оқушылар сабақты кәсіпорындар мен зауыттарға барып оқуға мүмкіндік алады. Сол арқылы олар мектепте алған білімін өмірде қолдануға үйренеді. Мен болашақтың мектебі білімге құштар, бір-біріне қолдау көрсетіп, көмек қолын созатын оқушылар мен мұғалімдерге толы білім ордасы болатынына сенемін деп эссені жазып өттік. Оқушылар осы жерде өздерінің осы ойға келісесіңдер ма? Соны комментарийге жазып өтіңдер. Және тағы да қосар тұстарың болса, сендер қалай болашақтың мектебін қалай елестетесіңдер, соны да қосып міндетті түрде жазып өтіңдер. Тек қана көшіре бермей, өз ойларыңды да қоса өтуді ұмытпаңдар оқушылар. Ендеше оқушылар, біз 4-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша тжб-сын толық түрде аяқтап бітірдік. Осы жұмысымызды бағалап, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңдар. Өздерің достарыңа, сыныптастарыңа осындай озат оқушы канал бар деп айтып жүрсеңдер, біз қуанып қалатын боламыз. Ендеше сендерге осы тжб-дан жақсы баға алуларыңа тілектеспін. Келесі оқу жылында кездескенше жаздық каникулды жақсы өткізулеріңе тілектеспін. Сау болыңыздар.